Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Бүгінгі лекциямыз осы тақырыптың айналасында болады. Негізі, ғасырлардың жоғалтқанын жылдар қайтара алмайды. Және де өлгендер, немесе жапа шеккендер ешқашан ұмытылмауы тиіс. Қазіргі кезде саяси репрессия және 20 ғасырдың бас кезінде болған екі ұлы ашаршылықтың құжаттары бәрі де жарияланып жатыр. Көптеген мәліметтер алынып жатыр. Соның ішінде Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейі қорында сақталған бірнеше құжаттар бар. Сол құжаттарға бүгін тоқталамыз. Және де бүгінгі лекция мен мақаланы дайындауға көп көмегін берген біздің музейдің қоры, және де Ақтөбе облысының мемлекеттік архиві, және де осы архивпен қаланың белсенді тұрғындарының бастамасымен жасалған Май Ақтөбе деген сайттың көмегіне көптен көп рахметімді, алғысымды білдіремін. Бүгінгі тақырыбымыз Ақтөбе өлкесіндегі 1921-22 жылдардағы аштық музей қорындағы ара құжатының дәлелі. Не себепті ара құжаты деп ерекше алып отырмыз, бұл туралы тоқталамыз. Қазақ даласы үшін 20 ғасыр қуаныштан гөрі қасіретті көп ғасыр болды. Патша үкіметінің озбырлы саясаты қазақ халқын өз жерінен айырды. Одан кейінгі азамат соғысындағы ақтар мен қызылдардың қанды арпалысынан соң кеңестік үкіметтің сұрқия саясатына тап болды. 1921-22 жылдары елдегі болған аштыққа, соғыстан кейінгі шаруашылықтың күйреуі мен құрғақшылықтың салдарынан малдың жаппай қырылуы және 1919 жылдың қаңтарында енгізілген азық-түлік салғырты, яғни ауыл шаруашылық өнімдерін мемлекетке мәжбүрлі түрде тапсыру саясаты тікелей әсер етті. Ақтөбе архивінде сақталған құжаттарға сүйенсек, губерниялық атқару комитетінің басшылары Ряхов, Назаров, Сердиковтар сол жылдардағы Ақтөбе жерін жайлаған қасірет пен малдың жұқпалы аурудан қырыла бастағанын Ленинге жазған хаттарында баяндайды. Орталықтан қайран болмай, қазақтың ұлт зиялылары аштықпен күресуге бар күш-жігерін салды, оны тоқтатуға тырысты. Алайда 1921 жылдың қараша айында Ақтөбе қаласында 469 ересек, 320 бала аштықтан көз жұмып, ал өлкедегі мал басының 55% азайған екен. Сол жылы 28.649 ересек, 87.725 бала аштыққа тірілей тап болған екен. Яғни олар темір жолдың бойында, қаланың ішінде, немесе біздің аудандарда босып, барлығы бір тілім нан, үзім нанды іздеп, немесе қарындары ашып, арып ашып, елді жағалап кеткен екен сол жылдары. 1921 жылдың шілде айынан бастап аштық Ақтөбе, Орынбор, Орал, Бөкей, Адай губернияларында тез тарай бастайды. Слайдта көрсетілген біздің Қырғыз АССР-ның, яғни 1920 жылы құрылған біздің қазіргі Қазақстанның мемлекеті дейміз, Қырғыз автономиялы социалистік советтік республикасының картасы көрсетілген. Бұл жерде астанамыз Орынбор, ал біздің территория осындай болған екен 20 жылдары. Ал Қазақстанның оңтүстік бөлігі тұтасымен Түркістан автономиялы республикасына кіріп кеткен екен. Міне, мына солтүстік жақта орналасқан, батыста орналасқан Ақтөбенің, Орынбордың халқы, тіпті Ақмола болсын, Семей болсын, барлығы оңтүстікке қарай жаппай босқын болып кете бастайды. Себебі нан, тамақ іздеп осы оңтүстікке қарай жылжиды екен біздің территориядағы халық. 1921-22 жылдардағы аштыққа ұшырағандардың саны слайдта көрсетілген.
губерниялардың атауы және де реттік санымен декабрь, желтоқсан, қаңтар, ақпан, наурыз және де сәуір, мамыр айларындағы Орынбор, Орал, Қостанай, Ақтөбе, Бөкей, Ақмола, Елік, Адай, Торғай губернияларындағы ашыққандардың саны көрсетілген. Бұл жерде статистикалық мәліметті архив деректерінен алып отырмыз. Қарап отырсақ, ең соңындағы нәтиже 2 миллионнан астам халық аштыққа ұшыраған екен. Количество голодающих дейді. Бұл екі аяғын сүйретіп әрен жүрген, кәдімгідей аш болып жүрген адамдардың көрсеткіші. Ал өлгендері қаншама? Кестедегі сандар арқылы республикада өмір сүрген 4 миллион 781 мың 263 адамның жартысы аштыққа ұшырағандар екенін көруге болады. 1921 жылы 11-18 маусымда Қазақ өлкелік атқару комитеті азық-түлік салғыртын енді салықпен ауыстырса да жағдай қиындай береді. Яғни жеуге азық, малға шөп таба алмай қиналған халыққа салықты үсті-үстіне салып, төлей алмаса малын тартып алу басталады. Яғни 1921-22 жылдары болған аштыққа тікелей әсер еткен не десек, бұл орталықтағы большевиктік партияның теріс саясат жүргізуі, азық-түлік салғыртының енгізуі, яғни кез келген қарапайым шаруа болсын, бай болсын, міндетті түрде ай сайын салық төлеу керек болған. Ешқандай салық төлейтін мүмкіншілігі болмаса, тіпті ондай факторды кездескен, қыстың күні шолақ белсенділер әр үйді аралап жүріп, аяқтарындағы етіктерін, үстіндегі киімдерін тартып алғанға дейін барған. Яғни төлей алатын малы болмаса, астығы болмаса, ақшасы болмаса, үстіндегі киімін де алып кеткен екен. Міне осының салдарынан халық біріншіден ашыға бастайды, тона бастайды, үсіген болады, одан кейін барып жұқпалы ауру індеттерге тап болады. Қазақстанның жерінде 21-22 жылдары болған ашаршылықтың негізгі себебі бізде қуаңшылық, жаңбырдың жаумауы, жердің құрғап кетуі деп көрсетеді. Табиғаттан бұрын ең бірінші халыққа қарсы жүргізген саясаттың нәтижесінде ашаршылық болды деп айтуға толық негіз бар. Оның үстіне, яғни халықтан малды тартып алып кеткеннен кейін, шаруаларды жерінен қуғаннан кейін, міндетті түрде халық арасында бандиттер шыға бастайды, қарақшылар шыға бастайды, барымташылар шыға бастайды. Міне осындай бассыздықты ауыздықтауға ішкі істер бөлімдері күш салады. Оған 1921 жылы 9 сәуірде шыққан Ақтөбе уезінің атқару комитетінің ішкі істер бөлімінің басшысы Мырзағұл Атаниязовтың номер 920 бұйрығы екен. Міне ол бұйрықта не деп көрсетеді? Ауылдық кеңестер, болыстық атқару комитеттеріне бұйрық шығарған 21 жылы, яғни әр болыстағы болыс басшылары, атқару комитеттері, ауылда отырған кеңестер өз жерлеріне өздері мықты болсын. Халық жаппай қырылып жатыр, өлгендердің мүрделерін көму керек, судың бетін тазалау керек, яғни өлген адамдарды суға тастамау керек, себебі жұқпалы індет аурулары тарап жатыр деп қатты кәдімгідей қатан түрде бұйрық шығарған екен Мырзағұл Атаниязов. Бұл құжатты архив, біздің облыстық архивтен алып отырмыз. Сонымен бірге төтенше жағдайлар бойынша орталық комитет Ақтөбе қаласы, Темір, Шалқар, Ырғыз, Ойыл, Қарабұтақ, Ақбұлақ аудандарындағы ашыққандарға 315 миллион сом көлемінде көмек берген екен. Біздің Қырғыз атқару комитеті. Яғни 315 миллион сом деп тұрмыз. Ол ақша ешқашанда Мәскеуден келген жоқ. Керісінше басқа облыстардан жылу жинап, мал сатып алып, мал сатып, тіпті кәсіподақтар ұйымдары жиналып отырып концерт берген екен. Содан түскен ақшаны ашыққан адамдары үшін олар жинаған. Бұл қаржыға Ақтөбеде 100 адамдық түнеу үй салынған, яғни қаңғыбастарға арналған үй. Ақтөбенің өзінен Мәскеуден 2 вагон астық сатып алынған. Қараңыз, біз Мәскеуді Астана дейміз сол кезде барлығымыз. Ал өзіміздің ақшамызға 2 вагон астықты Мәскеуден сатып алып отыр. Неге олар тегін таратпайды сол кезде?
Және Ташкенттен бір вагон ұн алдыртқан, бір вагон жеміс алдыртқан, 2 цистерна мұнай әкелінеді және халыққа таратылып беріледі. 46 тамақтану орындарында, яғни асханаларда 15 мыңда 43 адам тамақ ішкен екен. Аштық қасіреті 1922 жылдың наурыз-сәуір айларында күрт күшейеді. Ақтөбе губерниясы халқының 50% көз жұмады, қайтыс болады, 28% індетке тап болады. Яғни өлген адам өлді, өлмегені ауруға айналды. 1921 жылдың тамыз айы мен 1922 жылдың қаңтар айы аралығында біздің жерден 10 мың адам Түркістанға қоныс аударған екен. 1000 адам Орынбордың өзінің жеріне көшірілген. 3907 адам Ақбұлақ пен Жорыннан Түркістан аумағына жіберілген. Яғни тірі қалған адамдарды жинап вагондарға тиеп Түркістан аумағына қарай жіберген екен. Ол жақта кішкене болса да өмір сүруге енді жағдай болған. 1919 жылдан бастап Кеңес одағы жерін жайлаған аштыққа халықаралық ұйымдар көмекке келеді. Яғни бұл халықаралық ұйымдардың көмектерін біздер атақты жазушы Максим Горькийдің Біріккен ұлттар ұйымы сияқты үлкен ұйымдарға жазған хаттарынан біле аламыз. Соның ішінде Америкада Нью-Йорк Таймс деген газетке Максим Горькийдің үндеуі, яғни КСР-ның халқы зардап шегіп жатыр, Ресейдің халқы соғыстан кейін қырылып жатыр деген үлкен үндеулерін жариялай бастайды. Сол кезде шетелден көмек берушілер Кеңес одағына қарай ағыла бастайды. Мысалы, міне Ресейдегі аштық жапон журналисті түсірген сурет, әйел адамдар отыр, бұларды людоедке деп көрсеткен. Міне адамның басы кесіп алынған, сирағы, ішек қарны барлығы жатыр. Яғни бұлардың адам жеп отырған кезіндегі суретін, бейнесін олардың түсіріп алған екен жапон журналисті. Тап сондай суретте тағы да міне көрсетілген екен. Группа трупоедок дейді. Яғни Пугачевский уезд дейді, бұл Ресейдегі болған жағдай. Осындай үлкен шетелдік көмек ұйымдардың ішінде АРА деген ұйым келеді. АРА деген сөз ол American Relief Administration, яғни американдық көмек әкімшілігі деген гуманитарлық көмек көрсету ұйым екен. Осы ұйымның көптеген көмегі Кеңес одағына тиеді. Ең бірінші олар балаларға азық-түлік таратумен айналысады. Балаларға тамақ беріп болғаннан кейін олар үлкендердің де аштықтан бұратылып өліп жатқанын көріп, үлкендер, яғни ересек адамдарға да көмек тарата бастайды екен. Бұл ұйым 1922 жылдың 26 желтоқсанынан бастап Ақтөбе губерниясында ашыққан балаларды тамақтандырумен айналысады. Яғни ақпан айында бөлінген 25 мың құрғақ паёктың 3 мыңы Ақтөбе қаласына, 6 мыңы Ақтөбенің аудандарына, 7500 данасы Ақбұлаққа, 6500 данасы Темірге, 2000 данасы Қосестек аудандарына таратылады. Басқа аудандар алыс жатқандықтан ұйым оларға көмек беруден бас тартқан дейді. 30 қаңтарда АРАның Орынбор губерниясының 3 ауданында, Ақтөбеде және Ақтөбе губерниясының 6 ауданында 717 асханасы ашылған. АРА ұйымының, қараңыздар, 717 асхана деген көп деген цифра ғой енді. Бұл асханада 88.900 адам тамақтанған. Американдық тамақпен 89 мың адам Ақтөбе халқының. 1 маусымға дейін Ырғыз Шалқар аудандарында 1101 асхана ашылады. Онда 375.345 адам тамақтанады. Ал 554.612 адамға құрғақ тамақтары таратылады. Яғни таңертең, түсте және кешкісін барып, олар бір кесе тамағын алып тұрған екен осы ұйымдардан. Ұйым өлкедегі адамдарды тамақтандырумен бірге дәрі-дәрмек, медициналық құралдар, киім-кешектер, сабын, шаруашылық құралдарын таратқан американдық ұйым. Бірақ жолдардағы түрлі қиындықтар мен тонаушылықтардың кесірінен кейбір ашыққан адамдарға бұл көмек түрлері жетпей қалған екен. Мысалы, Темір ауданындағы осы АРА ұйымының өкілі Демидов
көмекке деп жіберілген азық-түліктің базарда ақшаға сатылып жатқанын көреді. Яғни Америкадан келіп тұрған тегін тамақты біздің кейбір әкімшілік, кейбір шолақ белсенділер халыққа таратпай, оны базарға апарып сатқызған екен. Міне 20 ғасырдың басында осындай бассыздықтар болған біздің жерімізде. Енді келесі слайдта көрсетілген біздің Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейінің алғашқы директоры болған Давид Трофимович Тёмушканың суреті тұр. Бұл кісі осы 1922 жылы Ақтөбе губерниясы, яғни Ақбұлақ жақта болу керек, Троицк болысында, Троицк ауылындағы американдық ара ұйымының төрағасы болған екен. Бұл кісі біздің музей қорымызға өзінің құжаттарын тапсырған екен. Осы кездегі құжаттарды. Яғни Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейі қорының фото құжаттар топтамасында 1921-22 жылдары болған аштықты растайтын ерекше құжаттар бар. Солардың бірі шетелдік ара ұйымның ерекшеліктерді тамақтандыруға берілген акт түрі. Бұл актта қазір көрсетемін. Бұл актта қарап отырсаңыздар, осы Тёмушканың қолы қойылған. Актіде 1922 жылдың 1 тамыз күні Ақтөбе губерниясы Троицк ауылында номер 31 үлестіру пунктінде 27 шілдеден бастап 23 тамызға дейін, міне датасы барлығы жазылған, 687 адамның жан басына шаққанда 18,5 фунттан келетін барлығы 320 пұт жүгері ұны таратылғаны жазылған. Ұйымның төрағасы Давид Тёмушка деп көрсетілген. Таратылған азықтың есебі де келесі құжатқа жазылған. Яғни екінші құжаты да бар. Міне отчет дейді. Яғни қандай көмектің түрі, қандай көлемде, неше адамға таратылды, барлығы мына жерде есептеліп, есеп ретінде жазылған екен. Міне американская администрация помощи деп көрсетіліп тұр. Тағы да бұл ұйымның төрағасы жергілікті жердегі Давид Тёмушка болған. Сиямен толтырылған дәптерде адамдардың аты жөні жазылған. Алдарымызда енді Давид Тёмушканың толтырған дәптері бар. Міне дәптердің сақталуы өте нашар, бірақ 687 адамның фамилиясы, балалары, жастары, нешеде олар, және оларға берілген карточканың номерлері қандай, қол қойғандығы, яғни көмекті алдым деп растап қол қойғандығы барлығы сиямен жазылған. Осы тізімнің ішінде қарап отырсам, көбісі славян ұлтынан, яғни славян тобына жататын халықтан, яғни украиндықтар, орыстар, белорустар, казактар, бірақ соның ішінде мұсылмандар және қазақ есімдері де бар екен. Атап айтатын болсам, Исмаил, Фатима, Мухаммед Рахим, Махмуза, Исхақ, Фатима Юсуповтар, Нұрқан, Қапиза, Мәлика, Жарылқас Күндібаевтар, Лай, Юлюбай Бесеновтер, Өтегенов Әсем деген ер азаматтың аты бар, Төлеген, Тимске Мукаевтар, Абдрахым Кошумов, Хусайын, Мауты, Жәлім Умбетовтер, Ақтөбік, Ақтілес Күзембаевтар, Мұстафа, Жетімбет, Бірмағамбет Өтетлеуовтер, Арстан, Жұмағыз, Нұрмағамбет Медесов, Ақмағамбет, Бежан, Орынбай Нөгірбаевтар, Бақыт, Жанғақ, Бәти, Үңгірбаевтар, Төлеген, Злиха, Алдаберген Тұржановтар, Муса, Идриш, Зогила, Камиля Утигуловтар, Жанаділ, Ұмсындық, Бесенбі Дүзілібаевтар. Ара ұйымның төрағасы болған Давид Трофимович Тёмушка сол нәубет жылдары Троицк ауылында мұғалім болған негізі ол кісі. Кейін 1929 жылы Ақтөбе қаласында ашылған өлкелік музейдің, яғни қазіргі Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейінің алғашқы басшысы болып тағайындалады. Аштықтың куәгері болған Давид Трофимович Тёмушканың бұл құжаттары өзі қызмет еткен облыстық тарихи-өлкетану музейі қорында сақтаулы тұр. Яғни адамдардың аты жөні осы дәптерде бар, толығымен жазылған. Міне кәдімгідей барлығы расталып, қолы қойылып, қанша адамға тамақ таратылғаны
бар. Мына жерде 684 адамнан бітіп тұр. Және Тёмушканың өзі, және де хатшылары, заведующий дейді, меңгерушілері, осы заттарды таратудағы солардың барлығын қосқанда 687 адам көмек алғандығы расталады. Сонымен қатар слайдқа да тағы да кезек берсек, міне Америкадан келген көмектің түрлері осындай суреттермен бейнеленген. Бұл суреттердің барлығы ашық интернет ресурстарынан алынды. Кәдімгідей бір қапшық шекер, бір қапшық күріш, жүгері, сгущенка, ет барлығы осылай жазылып, сыртына American Relief Administration деген кәдімгі мөрлерімен бәрі бекітіліп, Кеңес одағының территориясына жіберілген екен. Тағы да сурет міне, американдықтар Кеңес одағының балаларына асхана ұйымдастырып, кәдімгідей үстелге ақ дастархан жайып, тамақ беріп, суретке түсірген фотоларда бар. Міне, Орал қаласындағы асхана деп көрсетілген интернетте. Балаларды кәдімгідей осылай далаға шығарып тұрып, Американың өзіне дейін есеп беру керек қой президенттеріне. Осындай суретке түсіріп алған екен. Бұл енді бізге құнды құжаттар болып қалды. Орынборда қазақ семьясының таңертеңгі асты, в ожидании завтрака дейді, таңертеңгі асты күтіп отырған кезі. Қолдарында қарасаңыздар, қаңылтырдан жасалған кішкентай баночка, яғни шелек түріндегі ыдыстары бар балалардың. Міне, әйел өзінің бала шағасымен отырған болу керек. Қыз балалар, ер балалар осы жерде. Үстерінде киімдері де жоқ дұрыс, түрлері де өте мәз емес екен көріп тұрмыз. Бұл слайдқа тағы да енген жаңағы Давид Трофимович Тёмушканың құжаты, тапсырған есебі. Бұл құжаттар біздің музейде сақтаулы бар, жаңа көрсеттім сіздерге. Бұл енді слайдқа салған түрі. Бұл енді жаңағы архивтен алған біздің Қазақтан шыққан тұңғыш прокурор Мырзағұл Атаниязовтың бұйрығы. Май Ақтөбе деген біздің кәдімгі сайтта осы құжат бар. 22 жылғы 4 наурызда болған Ақтөбе губерниялық азық-түлік комитетінің отырысының протоколы жасалған екен. Бұл құжатта Май Ақтөбе сайтынан алынып отыр. Протоколда көрсетілгендей, аштықпен күресуде кооперациялар құру керек деп көрсеткен күн тәртібінде. Сосын ара ұйымының көмегі қандай болып жатыр, қандай көмектер көрсетіліп жатыр, карточная система дейді, пожертвование, яғни қарасақ сол 1921-22 жылдары соның өзінде халық аштыққа бұратылып отырса да, олар жылу жинау және де қайырымдылық қорын ұйымдастырумен, мәжбүрлі түрде ұйымдастырумен айналысқан екен. Манағы мен айтқандай концерттер қойған, олар спектакльдер, содан түскен ақшаны аштықпен күресуге жіберген екен. Сол жылдары Ресейде Кеңес одағының жерінде, яғни үлкен осындай жарнамалық постерлер шыққан, помни о голодающих деген. Яғни бұл суреттер арқылы олар елде болып жатқан ұлы нәубеттің көрінісін көрсеткісі келген деп ойлаймын. Және де тағы да бір айтатын мәліметім бар. 2019 жылы американдық тарихшы әйел Сара Кэмеронның біздің Қазақстан жеріндегі болған екі аштыққа жазған ғылыми еңбегі бар. The Hungry Steppe деген, яғни аштық жайлаған дала деп әдеби тілде аударып көрсеткенімен, негізі мағынасы бұл аш дала деп аталып тұр ғой бұл кітап деген. Ашаршылық, озбырлық және де кеңестік Қазақстанды орнату деген кітабы сатылымға шыққан екен 2019 жылдан бастап. Бұл кітапты Қазақстан жеріне алып келген Досым Сәтбаев, яғни біздің атақты саясаттанушымыз бар ғой, Досым Сәтбаевтың қоры осы кітапты сатумен айналысып жатыр. Болашақта бұйыртса, Алла қосса деп ойлаймын, бұл кітаптар тегін таратылуы мүмкін кітапханаларға, және де кітап дүкендеріне түсуді мүмкін. Яғни осы кітапты көрген болсақ, біздер сатып алуға тырысайық. Негізі американдық әйел бұл кітаптың ішінде
көптеген архивтік құжаттарды жариялаған екен. Соның ішінде Қазақстанның архивінен алынған құжаттар бар, және де мына Ресейдің өзінде сақталған архивтік құжаттар. Бірақ ол бір өкінетіні, ол әйелдің сыртқы істер министрлігі КСР-ның сол архив оның қолына түспеген екен, Ресей оған рұқсат бермеген. Себебі ол дәлелдегісі келген аштықтан Қазақстан жерінен қашқан қазақтар Қытай жеріне, территориясына жеткен кезде КСР мен Қытай билігінің арасындағы құпия келіссөздердің нәтижесінде қазақтарды шетінен атыңдар деген бұйрығы болған екен. Сол бұйрықты ол құжат жүзінде дәлелдегісі келген бар екенін, бірақ Ресей сыртқы істер министрлігі ол архивтік құжатты бермеген екен. Сара Кэмеронның кітабын қолға тегізсек, жайлап барлығын оқып аламыз деп ойлаймын. Сонымен қатар біздің Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейінде фотодокументтер, яғни фотоқұжаттар топтамасында 1921 жылғы 1 декабрьде шыққан «Экономическая жизнь Киргизского края» деген екі журнал бар. Осы екі журналды қарап отырсам, 21 жылдың өзінде біздің Қазақ атқару комитеті, жергілікті болыстықтар болсын, барлығы Ресейге қайта-қайта хат жазған екен. Ленинге, Сталинге ел ашығып жатыр, бізге көмек керек деп, халықтың саны азайып жатыр, мал басы төмендеп қырылып жатыр деп, барлығы баспасөз беттеріне шыққан екен. Бірақ Қотыр өз жарасын өзі қасып алуға мәжбүр болды. Осы кезде 21-22 жылдары Сейтқали Мендешев бастаған Қырғыз атқару комитеті біздің ол кезде басшы болған. Содан кейін қазақ зиялылары Мұхтар Әуезов болсын, Міржақып Дулатов, Уалитхан Танашев, Асфандияр Кенжин, Тұрар Рысқұлов, барлығы елдегі аштықты ауыздықтауға өз үлестерін қосқан, барлық жұмысын олар жинап қойып, осы аштықпен күресуге үлес қосқан деп айта аламын. Ол туралы Светлана Смағұлованың «Ашаршылық қасіреті» деген кітабы шыққан. Осы кітап біздің Ақтөбедегі Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университетімен бірігіп шығарылған 2019 жылы. Осы кітапта сол туралы барлығы көрсетіледі. Аштық не себепті болды, қандай көрсеткіштер көрсетілді, таблица түрінде де бар. Сонымен қатар аштықты ауыздықтауға ұлт зиялыларының рөлі деген тарауы бар. Осы тарауда кәдімгідей біздің қазақ ұлт зиялыларының аштықты ауыздықтауға қосқан үлестері толығымен көрсетіледі. Яғни Міржақып Дулатовтың өзі ұлт зиялысы ғой, өзіміздің жазушы, ақынымыз, оның өзі суды қалай жинау керек, дамбы қалай жасау керек, арықтарды қалай қазу керек, яғни шөпті қалай өсіру керек. Міне осы туралы қуаншылық жылдарда осы туралы ол көптеген еңбек еткен екен, халықтың арасына барып түсіндірген. Ресейге қайта-қайта барған Тұрар Рысқұлов, Мұхтар Әуезовтер қазақтың қырылып жатқандығын айтып, қолымдағы мәліметтерге сүйене дайындаған материалым әзірге осы. Бұл материалдар алдағы уақытта бұйырса осы келесі аптада немесе осы аптада болу керек, Ақтөбе газетінде жарияланады. Лекциямды тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет айтамын, алғыс білдіремін. Егер сұрақтар болса, осы тақырып айналысында 30 жылдардағы аштықты мен тақырып қылып алмадым, 21-22 жылдардағы аштық деп алдым. 2 жылдың ішіндегі аштық кейін тағы да 23 жылға да ұласады. Бірақ 22 жылдан бастап келген американдық көмектің әйтеуір бір 10 нәтижесі болған екен. Елде аман қалған балалар мен ересектерді өлтірмей, әрі қарай оларды адам қылып жіберуге осы американдық ара ұйымы көп көмегін тигізген екен. Тағы да сұрақтарыңыз болып жатса, осы тақырыпқа байланысты
Бұл туралы әлі де жазамыз, тағы да ораламыз деген ойдамын. Жылма жыл архивті құжаттар жарияланып жатса, егер де тағы да толықтыруға болады. 31 мамыр осы ашаршылық құрбандары және саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні ғой. Сол күні барлығымыз қайтқан, бұл дүниеде өтіп кеткен мұсылмандар үшін дұғада болайық барлығымыз. Менің айтқым келгені осы. Толығымен бұл материалды танысу үшін сіздерді Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейіне шақырамын. Сол жерде көруге болады, танысып көруге материалдармен. Әзірге осы, келесі жүздескенше сау саламатта болайық. Демалыстарымыз сәтті өтсін. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.